Сәлем! Қазір мен саған сайттан қалай заказ жасау керек екендігін көрсететін боламын. Алдымен өз кабинетіне кіресің. Қазір мен өз жеке кабинетіне кіріп отырмын. Және де телефонның жоғарғы оң жағында АБ деп тұр, яғни бұл аты жөнінің бас әріптері және корзина. Заказ салу үшін корзинаға кіреміз. Корзинаны басамыз. Және де мен алдын ала продуктілерді салдым. Мысалы, комплексный уход новейдж. Және жоғарғы жақта осылай сияқты салу үшін быстрый заказға продукттың кодын жазамыз. Мысалға, шампунь 33-9 делік добавить дейміз. Ол корзинаға түседі. Міне корзинаға түсті. Және де егер 2 штук керек болатын болса, онда мына плюс белгішесіне басамыз. Егер де бір ғана штук керек болса, онда минус белгішесіне басқан кезде ол бір болады. Егер оны өшіру керек болатын болса, онда біз корзинаға басқан кезде ол себеттен кетеді. Енді wellness подписка қалай жасау керек? Ол үшін өз аты жөніне басамыз, АБ деп тұрған жерде. Басқан кезде осылай заказы, меню бәрі шығады. Заказыға басамыз. Заказыдан кейін управление подписками. Подпискадан кейін өзіміздің аты жөнімізге басамыз. Одан кейін добавить подпискаға басамыз. Және де 2 раздел тұрады. Тек қана wellness немесе wellness программа. Яғни егер Life Plus болатын болса, осы программалар шығады. Мужской, женский және суппен бірге. Ал қазіргі кезде бізге омега керек. Омега оформить подписку дейміз. Егер сізге басқа продукт керек болса, онда мына 3 нүкте тұр ғой астында, омега-3. Мына нүктелерді басқанда комплекс мультивитамин и минерал шығады, және де мужской пэк шығады. Мысалға, оформить подписку на мультивитамины минералы делік. Міне 15 балл шықты, 3200 теңге өз баға. Аты жөнімізге басқан кезде информация шығады осы витамин туралы. 15-ші каталогта келеді, 16-шы каталогта келеді, 17-де және 1-ші каталогта бар болғаны 1 теңгеден келеді. Өшіру керек болса, крестик басамыз. Yes дейміз. Тағы да мысалы басып көрейік енді. Омеганы алайық, оформить подписку. Бір рет басамыз. Міне, оформлена. Басылды. Енді өзіміздің корзинаға басамыз. Корзинаға басқан кезде корзинаның астында тұрады омега-3 міне 1 продуктов подписки көрдіңіздер ма? Енді мына жерде қараңыздар. Және де бізде 50 балға не бар ғой? 1900 теңгеден духи бар. Соны салайық. Так, қазір артқа барамыз. Так, кішкене сайт болып тұрады. Солай 31297. Яғни бұл 1900 теңгеден духи алайық. Ұмытып кетпейік, достар. Міне салынды. 2-ші себетке кіреміз. Ол жерде стартовый программаның сыйлығы тұр астында. Оны в корзину басуға ұмытып кетпеңіздер. Яғни бұл шарт 1 келу үшін. Оны корзинаға басқаннан кейін, так, бірге баратын болса, қайтадан міне парфюмерная вода, новейдж шықты, Осындай каталогтар, егер алмайым десеңіздер корзинаға салуыңызға болады, бірақ мен сіздерге олардан отказ жасамауға кеңес беремін. Себебі олар 33 теңгеден және 5 теңгеден келеді. Енді далее басамыз. Эклад 990 теңгеден салдық. Міне 990 теңгеден, духи 1900 теңгеден. Ары қарай. Енді доставка разделіне бірден предыдущий кетті. Мен қысқаша көрсетіп жіберейін. Ол үшін сіздер городқа басуыңызға болады. Мысалы, курьерская доставка ауылға жасайық. Ол үшін, мысалы, егер сіздің ауылыңыздың аты Жанатас болса, мысалы, Жанатас болған кезде, мысалы, ол бірде адресі де шығады. Немесе мұнан бәрін өшіру керек. Немесе сіз тұратын жердің міндетті түрде толықтай индексін білетін болсаңыз, соған келетін болады. Мысалы, 0807-000. Жанатас шықты жаңағы. Көрдіңіз бе? Автоматически өзі адресін шығарады. Жарайды,
оны бір көрсеттік. Получить по выдаче специальных центров, мысалы тип білулеріңіз керек сіздер. СПО-ға ма, центр красоты, майпостқа ма, яғни почта арқылы келетін. Мысалы центр красоты Oriflame басқан кезде, мысалы Нұр Сұлтан қаласы дейлік, шықпады, Нұр дегенде көрдіңіздер ма, сразу центр красоты қай жерде бар, адрес шығады. Мысалы бізге Кенесары Сембинова керек. Бұл Астана қаласына заказ жасау үшін. Міне, все, мысалы осыған жасадық. Ары қарай далее. Так, мына жерде место доставки продукт таңдауға болады. Или нет, я отказываюсь деуге де болады. Ары қарай, міне, информация шығады. Қашан доставка болатыны жайлы, және де осылай скрин жасап қойыңызға болады, яғни доставка келетін жердің нөмірлерін жазып алуға болады. Және де болды, осымен завершить заказ дейсіз. Егер тағы да басқа да сұрақтар болатын болса, адрес бойынша, продукт бойынша, онда спонсорларыңызға хабарласып сұраңыздар. Осымен осы